Сәлем достар, бүгін біз өте әдемі, әсерлі сурет салатын боламыз. Бұл сурет түнгі аспан аясында қыз бен жігіттің романтикалық суреті гуашьпен бейнелейміз. Ең алдымен аспанның суретін салып аламыз. Қаны қатты көк түсті алып, аспанды осылай бояп аламыз. Толығымен боямаймыз. Шет жақтарын және де үстіңгі бөлімін бояймыз. Кейіннен осы түске қара түсті гуашьты қосамыз. Қара түсті көп қосуға болмайды, шамалап қана. Осылай шет жақтарына қосып шығамыз қара түсті. Егер де болса, күлгін түс болса, күлгін түсін де қосамыз. Өте әсерлі аспан болады сол кезде. Енді ақшыл көк түсті алып, аспанның қалған бөлімін бояп шығамыз. Слай бояп шығасыздар. Су қоссаңыздар болады, себебі бұл бөлім, аспанның бұл бөлімі ақшыл түсті болу керек. Ендігі кезекте сурет бояуы переходтары жұмсақтау болу үшін астынан үстіне қарай осылай аспанды қайталап бояп шығамыз. Таза кисточкамен бояймыз. Менің ойымша мұнда ақ түс жетіспейді, сондықтан да гуашьтың ақ түсін алып, осылай төменнен жоғары қарай аспанды тағы үстінен бояп шығамыз. Көріп тұрғандарыңызда суретіміздің екінші бөлімі, оны ақ түспен бояймыз. Менің кисточкам жуылмаған болғандықтан ақ түсім көгілдір сияқты түс болып кетті. Бірақ ол еш нәрсе етпейді, себебі бізде бұл аймақта судың суреті бейнеленеді. Осылай бояп шығамыз. Қазір переходын дұрыстаймыз. Көгілдір түспен ақ түстің переходын дұрыстап шығамыз. Ең алдымен осылай шет жақтарына көк түсті қосамыз, себебі бұл судың суреті, көлдің суреті, айдың жарқылымен осылай ақшыл көк осындай түспен бейнелеп шығамыз. Енді бізде су мен аспанның қиылысу аймағында бізде қыр, жер,
немесе тау бөктерін саламыз. Осылай ақырындап жіңішке кисточканы алып, осындай бөктешелер саламыз. Ол тек қана аспанның аймағында емес, судың жағында да көлеңкесі айнадай жарқылы ретінде де бейнелейміз. Қыршалар немесе тау бөктерлері бірдей болуы мүмкін емес, сондықтан да ұзын, биіктеу, қысқаша қылып өздеріңіз талғамыңызға сай салып шығасыз. Енді осы қыршалардың судың бетіндегі жүзін саламыз. Ендігі кезекте бізде талдың суретін орта жағына қарай сабағын салып, сабын саламыз ең алдымен, сосын сабақтарын шет жақтарға қарай түрлі ұзындықта түрлі пішіндес қылып салып шығасыздар. Қалың ағаш салсаңыз болады, немесе жіңішке ағаш салсаңыз болады. Ол тек қана сіздің талғамыңызға сай.
Ал енді ағаштың жапырақтарын салып шығу үшін осылай кисточкамызды кептіріп кішкене гуашь қамалып ұрғылау тәсілі арқылы ағаштың жапырақтарын салып шығамыз. Бұл тәсілді біз алдындағы видеода қолданған болатынбыз. Бұл тәсілмен таныспыз. Сіздерде де осылай оңай шығады деген үміттемін. Ендігі кезекте мен күлгін түсті тауып алып, палитрамда бар екенімді енді көріп, сол күлгін түсті кеш болса да жағып шығайын деп шештім. Бірақ ол міндетті емес. Ол күлгін түссіз ақ та суретіміз өте әсем болып шықты. Енді бізде қалғаны суреттің көлдің бетіндегі ағаштың айнасы, яғни ағаштың айнада берілген бейнесін салып шығамыз осылай. Бірдей болу міндетті емес, және де анық болу да міндетті емес, себебі сол ағаштың айнасын басқаша беру де мүмкін, бейнелеу мүмкін басқаша. Ал енді біз талдағы әткеншек теуіп отқан қыз бен жігіттің суретін бейнелейміз. Жіңішке кисточканы алып осындай әткеншекті саламыз, және де екі адамның алыста отырған мүсінін саламыз. Мен қолымнан келгенше салдым. Егер сіздер жақыннан бейнелегіңіз келсе, әрине бұл сіздің еркіңіз. Мен алыста отырған қыз бен жігіттің суретін салдым. Әрине судың айнасындағы суретті де ұмытпаймыз. Екі жақты бірдей болу керек. Қыз бен жігіттің бейнесін қара фломастермен бейнелеуді шештім, себебі кисточкамен шықпайды деп қорықтым.
Ал судың бойындағы айнадай берілген қыз бен жігіттің суретін кисточкамен салуды жөн көрдім. Себебі суда басқаша көрінуі мүмкін деп айтып кеткен болатынмын. Бұл жерде салу оңайырақ болды маған. Бұл суретке ерекше эффект беретін бізде аспандағы жұлдыздар. Оны бейнелеу үшін кисточкамызды алып, ақ бояуға малып, қолымыздың көмегімізбен осылай шашып шығамыз бояуымызды. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Сурет салуымызға аяқталуына шамалы қалды. Енді қалған соңғы элементтер көлдің бойындағы толқындар. Ол толқындарды осылай бейнелеп шығамыз ақ бояу арқылы. Кішкентай жұлдыздар бізде көп болып шықты. Енді шамалы үлкен жұлдыздарды қосамын деп шештім. Ол үшін ақ кисточкамызды алып, осылай арасынан аспанда нүктешелер қойып шықтым. Көп емес, арасынан ғана. Істеуге де болады, істемесеңіздер де өздеріңіздің еріктеріңізде. Міне бізде осындай ғажайып сурет шықты. Бізбен бірге сурет салып, каналымызға тіркелуге ұмытпаңыз. Сіздерден лайк күтеміз.